Сәлем достар, сендер үй жануарларының төлдері мен үй құстарының балапандарының атауларын жатқа білесіңдер ме? Олай болса, мына мал фермасындағы жануарларға төлдерін тауып беруге көмектесейік. Ал кеттік. Тауық. Бұл үй құсының балапанын тауып көрейікші. Дұрыс. Шөже. Тауықтың балапанын шөже деп атаймыз. Сиыр. Мына сиырдың төлін тауып көріңіздер. Дұрыс, бозау. Сиырдың баласын бозау деп атаймыз. Қаз. Достар, мына қазға балапанын тауып беруге көмек берейік. Бәрекелді, қаздың балапанын бала қаз дейміз. Ешкі. Ал енді ешкінің төлін тауып көрейік. Жарайсың, лақ. Ешкінің төлін лақ деп атаймыз. Қой. Қойдың төлі қай ұяшықта тұр деп ойлайсыздар? Дұрыс, қозы. Қойдың төлін қозы деп атаймыз. Жылқы. Достар, мына төлдердің ішінен жылқының төлін тауып көріңдерші. Иә, құлын. Жылқы баласын құлын дейміз. Ит. Бұл жануардың баласын оңай таба алатындарыңа сенімдімін. Әрине, күшік. Иттің төлі күшік деп аталады. Түйе. Түйенің төлі қай ұяшықта деп ойлайсыздар? Дұрыс, бота. Түйенің төлі бота деп аталады. Мысық. Ал бұл жануардың да төлін оңай таба аласыңдар деп ойлаймын. Әрине, марғау. Мысықтың баласын марғау деп атаймыз. Жарайсыңдар достар, төлдердің атауларын жатқа жаттап алыңдар. Сау болыңдар.